Астанаға белгілі тележүргізуші Ларри Кинг келетін болды. Ол биыл өтетін кезекті Қазэнерджи Еуразиялық форумының модератор ретінде шақырылып отыр. Бұл жөнінде бүгін Астанада аталған жиын дайындығына арналған баспасөз мәжілісінде мәлім болды. Отырысқа елдегі мұнай-газ саласындағы белді ұйымдардың өкілдері қатысты. Жыл сайын өтетін бұл шараға әлемнің 40 елінен мыңға жуық делегат келмек. Қазан айының 4 мен 5 аралығында болатын форум Қазақстан 20 жыл өркенді даму, жаңа инвестициялық жобалар және мызғымас әріптестік тақырыбында болады. Форум аясында мұнай-газ саласының дүние жүзіне танымал сарапшылары ғаламдық көкейкесті мәселелерді талқылайды. Ұйымдастырушылар алдағы шараға дайындықтарын айтып өтті. Мы обеспечим транспортировку участников. Біз қатысушыларды көлікпен қамтамасыз етеміз. Сондай-ақ олардың қауіпсіздігі де қарастырылып отыр. Форум өтетін уақытта қатысушыларды медициналық сақтандырудан өткізетін боламыз. Басты спикерлердің көбісі өз күзетшілерімен келеді.